Астына полностью өткенде жартысы 17-ші рейс темір жолдың жағасымен ауылды барып басқан. Ауылдың бетінде капитан каналды қазып ары қарай шығармаса тегісінде. Ол трассаға келіп тіреледі де, трассаның бергі бетімен жағалап келіп, осы Соқадолдың астына кіреді. Соқадол астына 93-те өткен, бірақ қазір топырақпен жабылып желмен бірдей болып қалып, сол себептен ол басып кетіп, мына жерде квадраттың суына барып қосылуы мүмкін. Бер жағында Черный речкаға барады, ар жағы Ануға барады. Ол кезде 94-те ұмытпасам, июньнің 16-сында су тоқтады. Біз осыртпа қалдық жағада, Сақпос Перумайдың малымен, бүткіл Аққайың, Чкалов, Талдыкөлдің малымен сол осыртпа қалдық. Мұстан асып кетті, 94-те асып кетті. Асып кетті да? Ол қай жаққа барады да? Ол асфальттың ана неменен нардан жаңа жетті. Көп мәйттің қасымен кетеді ары қарай. 9-шы ауылға қарай барады нардан. 9-шы ауыл. Ол 9-шы ауыл деген қай аудан? Атырауға қарай. Бұл жақтың бәрі су болды ма? Су болды, мұның бәрі асфальт жан-жақ су. Соның бойымен кетті ғой тек. Мұның бойымен кетті, бірақ мына жердің бәрі асфальттың ар жағының бәрі судан толып тұрды. Талдыкөлде, Шабындық, Шодыркөл тұсынан су асып түсті. Бұл жерде Суқадол болған жоқ, қазір салған болар. Газпром суға кетті сол кезде. Газпром дамбысын бұзып су кетті.